Мемлекет басшысы Қазақстанда жол көлік оқиғаларынан қайтыс болу жағдайлары Еуропа елдеріне қарағанда 11 есе көп екендігін айтып, мәселені шешу жолында бірқатар қажетті шараларды қолға алуды тапсырған болатын. Бізде қоғамға теңіздің тамшысындай болса да үлес қосу мақсатында назарларыңызға әуенді жол жобасын ұсынып отырмыз. Бұл ерекше жолды салудағы басты мақсат еліміздегі жол көлік апаттарының орын алуын азайту, жүргізуші өмірінің қауіпсіздігін басты назарда ұстау, алыс жолдан шаршаған көлік тізгініндегі жүргізушілерді сергіту және елдегі туризмді дамыту. Бұл әлемнің озық 10 мемлекетінде тәжірибеден өтіп жүзеге асқан жоба. Қазақстанда бұрын соңды болмаған дәл осындай музыкалық жол арнайы формуламен жасалады. Оны жүзеге асыру үшін күрделі технологиялар қажет емес. Бұл үшін тек қана дәл есептеу мен музыкалық сауаттылық қажет. Егер де жүргізуші сағатына 90 шақырым жылдамдықпен жүрер болса, дөңгелек пен асфальттың үйкелісінен шу туындап, жағымды әуен ойналады. Ұлы ақын Абай Құнанбайұлына 175 жыл толуына орай Абай жылына деген үлес пен тың жаңалық ретінде назарларыңызға көзімнің қара сәнінің үзіндісі орындалған пилоттық жобаны ұсынамыз.